Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қасиетті қадір түні туралы болмақ. Қадір түні ислам дініндегі қасиетті түн. Ораза, яғни Рамазан айының соңғы 10 күндігінің бірінде болады. Бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадір сүресінде айтылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадір түнінде түсірілетіндігі, оның 1000 айдан да қайырлы екендігі. Бұл түнде Жәбірейіл періште Алла әмірімен жер бетіне түсіп, адамдарға қызмет атқаратындығы және таңға дейін тыныштық болатындығы жайлы айтылады. Қадір түнінде періштелер мұсылмандарға дұға оқып тілеулес болады. Жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатындығына байланысты мұсылмандар Қадір түнін құлшылықпен өткізуге тырысады. Кейбір деректерге қарағанда, Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні болып есептеледі. Дегенмен Қадір түні қай түні екені белгісіз, яғни соңғы 10 күндігінде тақ күндерге сәйкес келеді деп айтылады. Сондықтан да тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін құлшылықпен өткізеді. Жалпы ислам дінінде ең қасиетті жыл бар. Ол пайғамбарымыздың Алланың игілігі мен сәлемі болсын дүниеге келген жылы. Қасиетті ай бар, ол Рамазан айы. Қасиетті күн бар, ол жұма күні, арафа күні және де тағы басқа қасиетті күндер. Қасиетті уақыт бар, ол дұға қабыл болатын сәт. Қасиетті түн бар, ол Қадір түні. 1000 айдан да қайырлы бұл түннің ерекшеліктері де жетіп артылады. Мұсылмандардың қасиетті Қадір түнін тағатсыздана күтуінің тағы бір себебі жаратушыға жақындау. Себебі Қадір түні тілеген дұға тілектердің барлығы да қабыл болады. Алла тағала Құран кәрімде бұл түн туралы былай дейді: Біз шынында Құранды Қадір түнінде түсірдік. Қадір түні не екенін білесің бе? Қадір түні қасиет және сауап жағынан 1000 айдан да қайырлы. Сол түнде періштелер және Жәбірейіл Алланың әмірімен барлық істерді атқару үшін түседі. Сол бір түн ағарып таң атқанға дейін амандық, тыныштық түні болады. Жалпы бұл түн неліктен Қадір деп аталады? Ислам ғалымдары оның бірнеше мағына беретінін айтады. Бірінші, Құран кәрім түскен күн. Екінші, құрметті, ардақты. Себебі бұл түні мұсылман баласы барынша көп құлшылық жасап, Алла тағалаға мінәжат етеді. Құран кәрімді оқып, жаратушы еден жасаған күнәлары үшін кешірім сұрайды. Үшінші, таршылық. Бұл түні аспаннан жерге түсетін періштелердің көптігі соншалықты, оларға жердің өзі таршылық етеді. Төртінші, ұлық түн. Бесінші, тағдыр бекітілген түн. Алла тағала осы түні пенделерінің бір жылдық тағдырын бекітеді. Сондай-ақ бір жыл ішіндегі табиғат құбылыстарын, жақсылық пен жамандықты, өмірге келетін және өмірден өтетін адамдардың мезгілін бекітеді. Қадір түні тағдыр тақтасына құлшылықтағы құлдардың тілектері жазылып, алдағы бір жылға қатысты үкімдері бекітіледі делінген. Ақпарат интернет желісінен алынды. Қадірлі оқырмандар, бүгінгі Қадір түні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Оразадан оразаға, қасиетті Рамазан айына аман есен жете беруімізді Алла тағаламыз нәсіп етсін. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып тіркеле кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман саулықта болайық.